Жаптым. Мен О, міне басталды. аха. Ал кел. Мұнда екеуі болды иә. Келесі сұрақ. Аталған жүргізушілердің қайсысына осы белгінің қолдану аймағында жолаушыларды отырғызуға немесе жүруге рұқсат етілген? Иә. Мына не тоқтауға болмайды деген белгі тұрған жерде қандай көліктерге тоқтай беруге болады дейді, адам отырғызу үшін, түсіру үшін. Екеуіне де тыйым салынады. Дұрыс қой. Иә. Бұл белгі кімге әсер етпейді? Жаңағы маршрутты көлік құралына, иә, автобус, троллейбус, трамвай деген сияқтыларға. Ал енді таксиге, мүгедектерге әсері бар бұл белгінің, иә. Сондықтан екеуіне де тыйым салынады деп қояйық. Жауап дұрыс. Дұрыс. Мгм. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы хабарландырады дейді. Жеңіл автомобильдің жүргізісіне белгіден кейін орналасқан тұратын үйге келуге рұқсат ете ме дейді. Яғни мына жерде енді знак тұр ғой, кіруге болмайды деген, иә. Ары қарай қозғалуға болмайды деген. Сол жерде тұратын болса, үйіне кіруге бола ма деп тұр ғой, осы жерде тұратын болса. Әрине болады, егер осы жерде тұратын болса емес. Шаршау жүргізушінің, Шаршау айта берейік. Жүргізушінің зейіні мен реакциясына реакциясына, қалай әсер етеді дейді. иә. Шаршаған кезде енді баяу болады ғой, реакциясы, иә. Күшейеді дейді, дұрыс емес, иә. Төмендейді дейді, дұрыс, иә. Ешқандай әсер етпейді дейді. Әрине шаршаған кезде реакциясына әсер етеді ғой, иә. Иә, Заторможенный болады ғой адам енді шаршағаннан кейін. Сонда қайсысы? екінші Төмен қылады. дейді, дұрыс. Так. Аппа, сол. Жүргізушілердің қайсысы жолдың жөнделіп жатқан учаскесін айналып өткен кезде жол беруге тиіс? Әрине, Бұл жерде жеңіл машина беру керек еді, иә, жол беру керек еді. иә, жүк көлігі жол беру керек еді, өйткені ол ғой ауысып жатқан, жеңіл машина емес, иә. Сондықтан бұл Иә, жерде иә. а, айналып өткен кезде жол беруге тиіс. Қайсысы жол беруге тиіс? Жүк көлігі, да? Жүк көлігі ғой. Жүк автомобилі. Иә, басып көрейік. Дұрыс екен. Ал Енді жүргізуші жол жөнекей қозғалыс жол береді. Бұл жағдайда жол қозғалысына қатысушылардың қайсысы құқық бұзушы болып табылады? мынау пешеходный переход қой, солай ғой, иә. Реттелген Иә, иә. пешеходный переход. Бүкіл өлкеде дұрыс емес Қызыл қой. жанып тұр екен, дұрыс байқадық. Значит, адамдар нарушить етіп тұр ғой бұл жерде. Барлығы да. Иә, иә. Светофор маған көрінбей тұр, көрінеді екен ғой, иә. Иә, иә. Барлығы неге? Барлығын қояйық. Егер Ұстап. жүргізуші өткелге 100 метр бұрын аяқтап үлгерсе, рұқсат етілген. Осы жол белгісін орнатқан кезде жүргізуші қалай істеуге тиіс? Қай жерге тоқтау керек па? Иә, иә, соны кесіп өтетін жүру бөлігі шетінің алдында тоқтауға, Аха, тоқтаусыз қозғалысқа тыйым салынады жол белгісінің алдында тоқтауға, аха. жақында келе жатқан көлік құралының болмауына көз жеткізіп, қозғалысты жалғастыру. Мгм. Белгіге тоқтау керек қой, иә, белгіге. Жоқ, егер бұл жол белгісі, ана стоп деген белгі, жол қиылыс емес басқа жерде тұрса, мысалы пост гаи дейміз, темір жол, онда знакқа тоқтаймыз. Егер жол қиылысы болса, қиылысу шекарасы мінекей тұр ғой, кесіп өтетін жүргізуші шетіне дейді. Яғни ол знак бер жақта тұруы мүмкін, мына знак бар ғой, бер жақта тұруы мүмкін. Сонда мына границаға келіп тоқтаймыз да. Сонда жауап бір болу керек. Түсінікті. Дұрыс. Осы жол белгісінен өткеннен кейін сіз қандай жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі?
Сізге қандай жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі? Мына Неге кірдіңіз иә? Ау? бұл белгі деген аулаға кіру, иә? Жаңа тұрғын Иә, аймақ иә, иә. қой. Білеміз ғой, иә, қанша Иә, километр. иә, 20 километр сағат болу керек. Дұрыс, 20. Так, дұрыс екен, ары қарай. Төмендегі белгілердің қайсысы кері бұрылыс жасауға мүмкіндік береді? Кері бұрылыс жасауға мүмкіндік береді. Яғни кері бұрылуға болады дейді. М, Бәрі де бола береді ғой. Мынау А деген ол сол жаққа болмайды деп тұр иә? Солға болмайды. Бірақ Б деген, кері деп тұр. Кері бұрыла беруге болады, иә. ана Бәрі. Б деген не деген? В деген ол односторонний. Біздің алдымызда жатқан жолымыз односторонний. А, Иә. Мынау да односторонний ғой, бір жағында автобус жүретін. м, Екі Онда бірдей. барлығы мүмкіндік береді ғой иә? Иә, иә, барлығы. М, Берілген жағдайда елді мекенде бір жақты жүру жолында аялдау рұқсат етілген бе? 15 Мынау метр дейді. Болады ғой. Мына аялдамадан 15 метр алыс болса бола береді. Мынау односторонний ғой, бір бағытта деген ғой енді. Бір жақты деп тұрғаны. Односторонний жолда қаланың ішінде мына жерге тоқтауға бола ма дейді. Болады. Остановкаға 15 15. метрде. Автобусқа, автобус туралы әңгіме жоқ па? Рұқсат етіледі, егер трамвай жүргісіне кедергі келтірмесе. Трамвай бар ма? Трамвай мына жерде ме? Рұқсат етілген. Трамвайға кедергі жасамаса болды. Слишком жақын тоқтама деп тұр ғой трамвайға. Иә, бола береді. Онда ғой. Автокөлік жүргізушісі трамвайға жол беруге міндетті ме? Қалай ойлаймыз? Міндетті болады деп ойлаймын мен трамвай. Кез келген жерде, егер жол қиылысы болмаса, кез келген жерде трамвайдың жолы бізді қиып өтсе, жол береміз. Иә. Міндетті ме? Иә. Жол қиылысы болса, онда қараймыз. Знак бар ма, жоқ па, басқасы бар ма деген сияқты. Төмендегі белгілердің қайсысы реттелмейтін қиылыстардан өтуге құқық береді? Реттелмеген. Реттелмеген. Мен Мынау не ғой иә? Главный негізгі жол. мынау да, В да. Мен В ғой. А мен В иә? Светофор жоқ жерде. Мен В. Так, ары қарай кеттік. Көлік құралдары бағдаршамның жасыл сигналы кезінде тура бағытта қозғалысты жалғастыруы мүмкін бе? Егер мына жерде кептеліс болып Жанында тұр, бірақ анау кептеліс болып тұр иә? значит кіруге болмайды. Болмайды ғой, мүмкін емес иә? Мүмкін емес. Жүруге болмайды ғой. Рұқсат етілген максималды салмағы 3,5 тоннадан кем жүк автомобилін басқарып солға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Бұл жүк автомобиль. Рұқсат етеді. Мына жерде кем деп тұр ғой. Мына жерде табличкада артық. Иә. Қарай кеттік. 38. Цифрлар мен әріптер түрінде осы көлденең белгі дейді. Цифрлар мен әріптер. Жолдың номері, бағыттың номері дейді. Осы ғой иә. Мынау ғой. Жолдың бағыты. Ары қарай кеттік. Қай көлікті жүргізген кезде жылдамдықты арттыру артқы осьтің сырғанауын болдырмауға көмектеседі? Қай көлікті жүргізген кезде жылдамдықты арттыру алдыңғы жетекті. Передний приводный ғой алдыңғы. Сол жүгіріп қалай жауап берді. Осы жағдайда тіркеп сүйреуді орындауға рұқсат етілген бе дейді. Рұқсат ете ма дейді. Болады, рұқсат етеді. Қандай запрет бар бұл жерде? Болады.